Anlaşım ne istiyor batır? Келе ғой айналайын қызым. Міне мен қошқар мүйізді ою ойып отырмын. Бұл қошқар мүйізді ою біздің ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық нақыштардың бірі. Біз бұл ою ойынды үй жағдайында әртүрлі жабдықтарда қолданады екенбіз. Мысалы, мына түскиізін қарадың ба? Көрші. Бұл жерде бізде ұлттық оюмен ойылған түскиізіміз. Дәл сол сияқты міне мен қазір ғана мынандай қоржын тігіп отырмын. Бұл жерде де қарасаң, әдемі қошқар мүйізді оюмен ойылып тігілген. Сонымен қатар біздің мына шапанды қарай ғой қызым, жастықты қарай ғой, барлығында бізде қандай ою ойылған екен? Ұлттық оюларымыз екен, иә? Ал қызым, сен қандай мақалдар білесің? Айта қойшы. Әке көрген қолжана, ана көрген томшы. Өте тамаша. Ал қызым, сен бұл мақалдың қандай мағына білдіретінін білесің ба? Иә. Бұл мақал бізге анасының шеберлігін қызына яғни үйрету, ал әкесінің шеберлігін ұлына үйрету, иә? Міне сол сияқты мен де сені өскен кезде осындай ою-өрнекті үйреніп, әртүрлі заттарды тігуіңді қалаймын. Анашым, мынаған неғып жоларды қолданамыз ба? Әрине қолданамыз. Бұл дастарханның ас атасы, яғни дастарханымызға бірінші келетін зат. Бұл асымыз бауырсақ және құрт. Құрт бұл біздің 4 түліктен алынатын сүттен жасалған, яғни тағамның түрі екен. Ал мына жерде міне бізде жылқы жануарынан жасалған қымыз. Ішесің бе? Сөйлеп қалған боларсың. Алайын, ас болсын. Рахмет. Дәмді ме екен? Иә. Өте тамаша. Я тағы да не білгің келеді? Anашым, sizге рахмет, бар нәрсені үйреттіңіз. Ой, айналайын қызым.